Ақырет жайлы 100 сұрақ. Аңдатпа. Адамзат баласы барлық кезеңде де нағыз жан тыныштығына діннің арқасында қол жеткізіп, бақытқа жете алған. Дін адамдарды өз еркі мен рухани жағдайлары арқылы жақсылықтарға шақыратын илахи қағидалардың жиынтығы. Иман біліммен тығыз байланысты. Адам бір нәрсеге өз білгенінің деңгейінде сенеді. Сипаттары мен құдіретін тағы басқасын қаншалықты білетін болса, Аллаға сенімі де сол деңгейде болады. Ақыретке деген сенім де сол сияқты. Адам өз білгенінің дәрежесінде әлеммен байланыс орнатады. Әр қадамының, әр әрекетінің есепке тартылатыны туралы түсінігі арқылы осы өмірге сергек қарайды. Ақыретті біліп, шынайы сенген адам дүниеде өз орнын тауып, жаны тыныштыққа бөленеді. Іштей мазасызданбайды. Айналасындағылармен де жақсы тіл табысады. Ақиқат өмірге бұл дүние арқылы қол жеткізуге болатынын білетін адам жасаған әрбір ісінің, жинаған дүние мүлкінің, байлығының, балаларының мәңгілік өмірде де рахат көру үшін күш жұмсап, бұл дүниеде өзін жолаушы, қонақ секілді ұстайтын болады. Тіршіліктің соңы келіп, ақыреттің болатыны даусыз. Адамдар арасында бұл дүниені қалайтындар да, ақыретті қалайтындар да кездеседі. Қазір амал істейтін кезең болса, ал ертең істің бәрі тоқтайды, есеп беріледі. Болашағын ойлайтын саналы адамның міндеті мына өткінші дүниеде жылаушы секілді әрекет жасау. Барлық рахат ләззаттарды пышақ кескендей тыятын өлім туралы көп ойлау және өлімнен кейінгі өмірге дайындалатын саналы адам болу. Ақыретке сенім алғашқы қауымдармен қатар Тәңірдің бар екенін қабылдаған барлық дерлік діндерде кездеседі. Сәмауи діндердің негіздерінің бірі болып табылатын ақыретке сенім мәселесі Құранда 100-ден аса терминдер мен теңеулер арқылы беріліп жиі қайталанады. Ақыретке деген сенім адамда жауапкершілік сезімін тудырады. Нағыз әділдік орнайтын, жақсылар сыйға бөленетін өмірге сену адам үшін үлкен жұбанышқа айналады. Ақырет мекені негізгі өмір. Ардақты пайғамбардың Аллам, шын өмір, ақырет өмірі. Нағыз бақыт, мәңгілік бақыты деген дұғасы нағыз шындық болып табылады. Ақырет осы өмірдің, дүниенің негізгі мақсаты. Ақыретті мойындамау бұл дүниені мойындамаумен тең. Яғни бұл дүниені мақсатсыз санау деген сөз. Ақырет сенімі өмірге жүйелілік пен үйлесімділік береді. Бұл өмір ақыреттің егіні. Адам ақыретке дайындалғанда дүниелік нығметтерден өз нәсібін алуды да ұмытпағаны жөн. Өмір атты кемеде сапар шегіп келе жатырмыз. Бізді еркімізден тыс осы кемеге мінгізген Алла өзі жіберген кітабында бізді бұл кемеге не үшін мінгізгені, өмірдің мақсаты және соңғы аялдамасы туралы толық түсіндірме берген. Адамның бір жағында өзінің қалаған нәрселері болса, екінші жағында үнемі ажал тұрады. Өміріне төніп тұрған 1001 түрлі қауіп-қатер де жоқ емес. Адам олардың бәрінен құтылғанымен қартаюдан, кәріліктен құтыла алмайды. Өйткені өлімнің дәмін барлық адам татады. Өмір сырылдап өтіп, ақырет жақындауда. Адамдар арасында бұл дүниені қалайтындар да, ақыретті қалайтындар да бар. Бүгін жұмыс істейтін күн. Ертең жұмыс бітеді, есеп тапсырылады. Болашағын ойлаған саналы адамның міндеті бұл дүниеде бір жолаушы секілді әрекет жасау, өлім туралы ойлау, өлімнен кейінгі өмірге жақсылап дайындалу. Иман білумен, танумен тығыз байланысты. Адам бір нәрсеге өз білгенінің деңгейінде сенеді. Алланы, сипаттарын, құдіретін, тағы басқасын білсе, Аллаға сенімі де сол шеңберде болады. Ақыретке сенім де сондай. Адам өз білгенінің деңгейінде осы дүниемен байланыс құрып, әр қадамының, әрекетінің сұралатынын ойлап, өз өмірінің қадіріне жетеді. Ақырет туралы біліп, оған шынайы сенген адам бұл дүниеде де бақытты болып, жан тыныштығына қауышады. Айналасымен тату өмір сүреді. Шын өмірдің осы жерде, яғни дүниеде қамтамасыз етілетінін білетін адам жасаған барлық ісінің, дүние мүлкінің, малының, бала шағасының мәңгілік өмірде рахатын көруге күш салады. Бұл дүниеде
қонақ екенін жақсы түсінеміз. Нәпсінің 4 үйі бар: ананың құрсағы, өмір, барзақ және ақырет әлемі. Олардың әрқайсысының хикметі, өмір салты басқаша. Бала ана құрсағынан дүниеге келгісі келмейтіні секілді, адам да бұл дүниеден кеткісі келмейді. Бала ана сүтінің дәмін татқаннан кейін бұрынғы орнына қайтқысы келмейтіні секілді, адам да өлім арқылы Аллаға қауышқан соң дүниеге оралғысы келмейді. Дүниені ұмытады. Адам көрген түсін қалай ұмытатын болса, өлгеннен кейін өмірді де ұмытады. Өлім барлық адамға келетін шындық, өлімнен кейінгі өмір ақиқат. Алайда баршаның басынан келетін өлімнің алдында ешкім ештеңе істей алмайды. Ақырет өмірдің тек рухтар әлемінде басталып жалғасатынын айту, бұл өмірде денеміз ешқандай рөл ойнамайды деу бұрмалаушылық болады. Біздің ақырет өмірі туралы білетіндеріміз көбіне толық емес, не жұрттан естіген шала мәліметтер. Еңбекте ақырет өмірі туралы аз да болса мәлімет беру мақсат етіліп отыр. Болжамдар мен пікірлерден гөрі аят және сахих хадис кітаптарындағы риуаяттарға сүйенгені кітаптың ұтымды жері деуге болады. Ақыреттік өмірге қатысты 100 сұрақ. Бірінші, ақыреттік өмір деген не? Ақыреттік өмір ғаламдағы жүйе бұзылып, жойылғаннан кейін бір қатар жаңа әлемдердің бар болуы және өлгендердің қайтадан тіріліп, махшарда жиналумен басталатын шексіз өмір деген сөз. Ақырет өлімнен кейін басталатын және махшардағы тірілуден кейін мәңгілікке жалғасатын өмір болып табылады. Ақыреттегі мәңгілік өмір қияметтен кейін басталатындықтан қиямет күні жасалған жақсылықтар мен жамандықтардың қайтарымы толығымен сол жерде берілетін болғандықтан дін күні, жаза күні, өткінші пәни дүниеге қарама-қарсы ұғым болғандықтан ақырет күніне шынайы өмір, мәңгілік әлем деген атаулар да беріледі. Ақырет күні Құранда мүміндер Алламен қауышатындықтан қауышу күні. Адамдармен бүкіл жаратылыс сол күні бір жерге жиналатындықтан жиналу күні. Дүниелік өмірлерінде Аллаға иман келтіріп, бұйрықтар мен тыйымдарына құлақ аспағандардың алданғаны белгілі болатындықтан алдану күні. Тірілгеннен кейін барлық адам қабірінен шығатындықтан шығу күні. Және кәпірлер амалдарының босқа кеткенін көріп, қайтадан өмірге қайтқысы келетіндіктен сағыныш күні деген атаулармен де беріледі. Екінші, ақыретке сенудің мәні неде? Ақырет күніне сену исламда иманның бір шарты, сенімнің бір бөлшегі болып табылады. Ақыретке иман келтірмеген адам нағыз мүмін бола алмайды. Құранда мүміннің ерекшеліктері туралы айтылғанда, олар намаз оқитын, зекет беретін және ақыретке толығымен сенетіндер делінеді. Бақара сүресі 4 аят, Нәмл сүресі 3 аят. Ақыретке сенудің адам үшін маңызы зор. Осы себепті Құранда ақырет өмірі туралы көп айтылады. Кейде дәлел айғақтармен, кейде мысалдармен беріп, суреттеу арқылы ақырет туралы адамның санасына сіңіруге күш салынады. Мен кіммін? Қайдан? Не үшін келдім? Алдағы жағдайым қандай болады? Деген сұрақтарға ақыретке иман келтіру арқылы жауап табуға болады. Қайдан келіп, қайда баратын білген адам болашаққа қатысты уайымдарын сейілтіп, мақсатын белгілейді. Бұл дүниелік өмірінің де мәні артады. О адамдар, сонда біз сендерді ермек үшін құр босқа жараттық. Әрі бізге қайтарылмаймыз деп ойладыңдар ма? Мумин сүресі 115 аят. Адамдар арасында жүрекпен сенбесе де құр ауызбен біз Аллаға және ақирет күніне иман келтірдік дейтіндер бар. Бірақ олар шынайы мүміндер емес. Бақара сүресі 8 аят. О иман келтіргендер, Аллаға, пайғамбарына һәм пайғамбарына бірте-бірте түсірген кітапқа, сондай-ақ бұрын түсірген илахи кітаптарға лайықты түрде иман келтіріңдер. Кімде-кім Аллаға, періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына және ақирет күніне иланбай күпірлік қылса, онда шүбәсіз хақ жолдан мүлдем алыстап, қатты адасқан болады. Ниса сүресі 136 аят.
аяттарымызға һәм ахиреттегі қауышуға сенбегендердің істеген бүкіл істері зая болып, еңбектері еш кетті. Әрине, солай болады. Олар өз қолдарымен істеген істерінің қарымынан басқа не алады? Ағраф сүресі 147 аят. Ахиретке сенбеген, мұндай сенімге ие болмаған адамның жаны тыныш таппайды. Бұл дүниеде қанша жақсы өмір сүргенмен бақытты бола алмайды. Тіпті екі дүниесін де оңдырмайды. Бұл дүние мен ахирет бір-бірімен тығыз байланысты. Бұл дүние ахиреттің егіндігі, яғни ахирет үшін, ал ахирет бұл дүниенің тәртібі мен жүйесі үшін. Ахиретке иман өмірдегі істердің түзетілу арқылы ахиретке қол жеткізуді қамтитын негіз болып саналады. Ислам діні осы өмір үшін келген, бірақ осы өмірде бақытты бола алмаған адамның ахиреті де оңбайды деуге болады. Адамның ахиретте ғалам жаратушысының алдында есеп беретін сезіну қоғамда көптеген жамандықтардың, бүліктің, зұлымдықтың, қылмыс пен әділетсіздіктің алдын алуға септігін тигізеді. Ахиретке сенген адам өлімнен қорықпайды. Өйткені ол өмірге өткінші рахаттың соңына түсіп, мәңгілік өмірге дайындалуды ұмыту үшін емес, мәңгілік бақытқа қол жеткізу үшін келгенін біледі. Ұйықтағанда көретін түстеріміз бізді ахирет өміріне апаратын бір жол болып табылады. Құран кәрім бірқатар аяттарында түстер туралы айтады. Сахих хадис кітаптарында кейде пайғамбардың өзінің түс жорғаны туралы да айтылады. Тіпті азан шақыру да түс арқылы анықталған. 1-2 секундта көрінген түсімізді түні бойы көрдік деп ойлаймыз. Қорқынышты түс көргенде ояна сала түсім екен ғой деп қуанамыз. Сосын көрген түсімізді бірнеше сағаттан кейін ұмытып кетеміз. Бәрі есімізде сақтала бермейді. Міне, өлім де өмірдегі түстен оянудың бір түрі болып саналады. Түсті есімізде сақтай алмайтынымыз секілді, өлгеннен кейін де өмірді ұмытамыз. Кира мен Катибин періштелері бізге осы өмірді еске түсіруге тырысады. Тозақтықтар мәңгілік отқа жанады. Мысалы, қиындық пен азап шегіп жүрген адамның түсінде бақытты өмір сүріп жүргенін көрген адамның жағдайын онымен салыстыруға болады. Қатты төсекте ауырып жатқан, денесін жара басқан кедей адамның ұйықтап жатқанын көргенде ол азап шегуде дейсің. Тозаққа түскендердің де жағдайы осы сияқты. Өйткені уақыт ұғымы бұл дүниеге тән нәрсе. Уақыт мүмін үшін басқа, кәпір үшін басқа өлшеммен өлшенеді. Мүмін үшін бір күн 1000 жылға тең болса, кәпір үшін 50 000 жылға созылады. Ахиретке сенген адам жақсы істер жасау арқылы мәңгілік бақытқа жетуге болатынын білетіндіктен өзінің жасаған ғибадаттарынан ләззат алады. Ахиретке сенім жастарға мынадай ескерту жасайды. Тозақ бар, мастықты таста. Ахиретке сенетін қарт мұсылмандарға уайымдамаңдар. Сендердің мәңгілік жастықтарың бар. Болашақ сендерді күтіп тұр. Жақсылықтарың сақталып, сыйын көресіңдер. Айырылған балаларыңа, туыстарыңа қуанышпен қауышасыңдар деп жұбату айтады. 3. Өлімді тілеуге бола ма? Өлген адамның артынан жылауға бола ма? Өлім өмірінің Алламен қауышуы. Сүйген жан әрдайым сүйіктісімен қауышуды қалайды. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сөзімен айтқанда, мүмін өлім келгенде Алланың разылығымен, сыйымен сүйіншіленеді. Оның алдында өлімнен басқа жақсы нәрсе жоқ. Мүмін Алламен қауышуды қалайды, ал кәпір болса өлімді ұнатпайды. Өлім бұл дүниеден кетіп, арғы дүниеге өту үшін қажетті сапар. Өлім бір төлқұжат. Пайғамбарымыз өлімді әрдайым еске алып, естен шығармауызды қалайды. Ләззат пен рахатты жоятын өлімді көп еске алыңдар. Сендердің еш қайсысың тап келген қиындыққа байланысты өзіне өлім тілемесін. Егер өлімді қалайтындай ауыр қиындыққа тап болса, онда былай десін: Алла, мен үшін өмір сүру қайырлы болған сәтке дейін маған өмір бер. Мен үшін өлім қайырлы болған кезде менің жанымды ал. Ғалымдар осы хадиске сүйене отырып, өзіне өлім тілеудің мәкрух екенін айтқан. Өлімді тілеуге қалай тыйым салынса, қандай түрде болса да, өз-өзіне
қол салу да солай харам болып табылады. Кімде-кім бір биіктен секірсе, тозақта әрдайым өзін жоғарыдан тастаумен болады. Кімде-кім у ішіп өлсе, у ішкен күйде мәңгілік тозақта азапталады. Кімде-кім өзін бір темірмен өлтірсе, ол да қолындағы пышағын ішіне сұққан күйде тозақта азапталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ауырып жатқан көкесі Әзірет Аббастың көңілін сұрауға барғанда, жаны қиналған көкесінің өзіне өлім тілеген көріп, «Көке, өлім тілеме, өйткені сен жақсылардан болсаң, жақсылығыңа жақсылық қосасың. Бұл сен үшін хайырлы болады. Егер күнәһар болсаң, онда өлімнің кешіктірілгенін қалап, кешіруді қалайсың. Күнәларыңа тәубе етесің. Бұл сен үшін хайырлы», дейді. Алланың мағынасыз еш нәрсе жасамайтындығына шынайы сенген мүміннің міндеті тәуекел етіп, мойынсұнған түрде өз тағдырына разы болу. Басына түскен қиындыққа шыдай алмай, өзіне өлім тілеу тағдырға наразылықтың бір түрі. Өмір берілген мүмкіндік. Өмірдің ұзақ және істердің жақсы болғаны әлде қайда хайырлы. Өмір ұзақ, амалы жақсы адам қандай бақытты. Өлген кісінің артынан жылауға келетін болсақ, өлім елеулі оқиға. Оған адамның қайғыруы қалыпты нәрсе. Тіпті үнсіз егіліп жылауында тұрған ештеңе жоқ. Пайғамбарымыз да баласы Ибрахим, қызы және жиені қайтыс болғанда, және сахаба Сағид ибн Убада науқастанғанда көзінен жас ағып жылаған. Таңырқаған сахабаларына мұның тыйым салынған жылауға жатпайтынын, көзіне жас алуға бола, Алланың азаптамайтынын, тек тілін ишара етіп, тілге байланысты азаптайтынын айтқан. Және шынында өлген адам басқалардың дауыс көтеріп жылауынан азап көреді деген. Өлген кісінің артынан қатты дауыс шығармай жылауға болатындығы айқын. Қатты дауыспен айқайлап жылау Ханафи және Мәлики мазхабтары бойынша харам, ал Шафиғи және Ханбали мазхабы дауыстап жылауды мүбәх санаған. Алайда надандық дәуіріндегі секілді марқұмның жақсылықтарын айтып, арыстаным, сүйенішім, тағы басқа сөздер айтып, айқайлап жылау, шашын жылу, бетін тырнап, киімін жырту дұрыс емес, харам деп санаған. Туысынан, жақсы көретін адамнан айырылған жандардың егер күші жетсе, сабыр етіп жыламағаны жөн. Сабыр еткен жағдайда қайтарымы жұмақ екендігі айтылған. Бұған шамасы жетпегендер үнсіз жылауына болады. Алайда өлген адамның тірі кезінде жасаған жақсылықтарын тізіп айтып, жоқтап айтып жылау харам. Алла менің баламды, күйеуімді, әкемді не үшін алды? Одан да басқаның жанын алмады ма? Деген сөздер. Осы сөздерді айтып жылау тағдырға наразылықтың бір түрі деген мағынаны беретіндіктен, пайғамбарымыз оған оң қабақ танытпаған. Баласы Ибрахим шетінеп кеткенде өзінің де көзінен жас аққан. Көзден жас ағар, жүрекке қынжылар, бірақ Раббымыз разы болмайтын сөз айтпаймыз деген. 4. Науқас адам жам тапсырарда не істеу керек? Науқас адамның көңілін сұрауға барып, ол үшін тәубе, кешірім тілеу керек. Қасында жақсы нәрселер айту керек. Кәлима шахадат оқылуы тиіс. Сендер бір науқастың немесе өліктің қасында болған кезде жақсы нәрсе айтыңдар. Ақиқатында періштелер сендердің ол жерде айтқандарыңа әмин дейді. Өлім жақындаған адамның аузы мен тамағы шөлден кеуіп кетеді. Өзі су сұрай алмайды. Ал шайтан оның иманын алу үшін бір кесе су көрсетеді. Науқас иманын берсе су беретінін айтады. Осы себепті науқастың шөлін қандыру керек. Жам тапсырғаннан кейін мәйітке мыналарды жасаған жөн. Көзін жабу, жағын байлау. Қан айналымы тоқтайтындықтан көз жабылмай, жағы босап қалады. Бұл көрініс оның жақындарына психологиялық тұрғыдан әсер етіп, сонымен қатар жақтың ашық қалуы мәйітті жуу барысында мәйіттің аузына су кіруіне себеп болады. Киімдерін шешіп, үстін жабу. Өлген адамның киімдерін дереу шешпесе, жоғарыда айтылғандай кейін қиындап кетуі мүмкін. Мәйітті кебіндеуге асығу.
мәйітті жуу және кебіндеу істерін көп кешіктіруге болмайды. Осы істерден кейін оның өлгенін жариялау керек. 5. Жан тапсырар сәтте дұға оқудың мәні қандай? Жан тапсырғалы жатқан адамға лә иләһә илаллахты айтқызу керектігі. Соңғы сөз лә иләһә илаллах болса, жұмаққа кіретіні айтылады. Мұндағы мақсат адамның жүрегінің иман шеңберінде болуы. Өйткені кім қалай өлген болса, солай тірілтіледі. Мүмін адам иманымен, ал мұнафық сол екіжүзділігімен тірілтіледі. Жан тапсырар сәтте Ясин сүресін оқудың пайдасы да осыған байланысты. Аяттарды естігенде Алланы және пайғамбарын еске алуы және иман шеңберінде жан тапсыруы көзделетіндіктен Ясин сүресінің оқылуы ұсынылған. Оны Ясин сүресін өлгендердің, жан тапсырғалы жатқан науқастардың жанында оқыңдар. Зер салып қарайтын болсақ, Ясин сүресінде ақырет мысалдары мен иман ақиқаттары бар. Науқастың қасында лә иләһә илаллах оқылады немесе тәубе кешірім тіленеді. Кімнің соңғы сөзі лә иләһә илаллах болса, жұмаққа кіреді деген сөзге негізделе отырып, оны науқастың қасында оқиды, алайда одан қайталауды талап етпейді. Сендер мәйіттерге, жан тапсырғалы жатқан науқастарға лә иләһә илаллахты айтыңдар. Хадисте айтылған бойынша зорлық жасамау керек. Өз қалауымен иман шеңберінде болғаны дұрыс. Мәжбүрлеу арқылы келген иманның пайдасы жоқ. Науқастың тура жолмен ақыретке кетуіне үміт артылады. Кім қалай өлген болса, солай тіріледі. Муслим, Жаннат.